Жер бетінің 3/1 шөлдер алып жатыр. Шөлдеп, жылдық жауын шашы мөлшері 25 сантиметрден кем аймақтарды атайды. Олар қалай пайда болады? Шөлдер түзілетін негізгі 4 аймақ бар. Шөлдердің дені субтропиктердің маңайында орналасқан. Бұл аймақтарға бұл жетпейді, келген ауа өте құрғақ болады. Ол ауа экватордан келгендіктен, мұнда жеткенше бар ылғалынан айырылады. Сахара шөлі осындай аймақта пайда болған. Сахара 9 миллион шаршы шақырым мен 12 мемлекетті қамтитын әлемдегі ең үлкен ыстық шөл. Жаңбыр көлеңкелерінің әсерінен пайда болған шөлдер үлкен континенттердің ортасына орналасып, әдетте тау бөктерінде болады. Мұнда ылғалы мол ауа массалары жоғары көтеріліп, бұлттар түседі. Ол бұлттар жаңбыр немесе қар болып, таудың шыңына немесе желді беткейіне түсіп, бөктердегі шөлге жетпей қалады. Осылайша Гималай тауының шатқалдары Азиядағы ең ірі шөл, Гоби шөлін тудырды. Мұхиттардың суық ағындары да шөл түзей алады. Орасан көп судың жанында тұрып, қалайша шөлге айналуға болады. Оның сыры мынада, суық су теңіз бетіндегі ауаның да температурасын төмендетіп, бұлттар құрлыққа жетпес бұрын жаңбырға айналып, суға жауады. Бұл әлемдегі ең құрғақ шөл Чилидегі Атакама шөлінің пайда болуына алып келді. Полярлы немесе мұзды шөлдер суық аймақтарда түзіледі. Күннен келетін жылудың аздығы мен ауа райының қатты суықтығы салдарынан мұнда ауадағы су булары мұзға айналып кетеді. Соның арқасында ауданы 14 миллион шаршы шақырым болатын әлемдегі ең үлкен шөл Антарктида пайда болды. Беті мұз болса да Антарктида жер бетіндегі ең құрғақ континент болып табылады. Мейлі тасты немесе құмды, ыстық әлде суық болсын. Кез келген шөлге тән бір ерекшелік бар. Олардың барлығы құрғақ болады.